Шапанға дейсіміз кен айтам, мағына беру, ойламасам. Біздер, мінекей. Алада берінде Мен, Емпа, Ілияс, Құмғали, шенемеді? Үрсем. Азымыз боланбай қосындар кезде. Осы алтауыз бір жылда алты праздникті алып. Әр праздникте бір қой соямыз, 2 күн жейміз. Оны бітіргеннен кейін нәрсе сөйлеп кетеміз жаңа. Яқы масқаларды үйле кетеміз. Иә, көп алдары бар. Соңында нәтке бар кейді. Әйтеуір сағатта 12-1-ден кейін маған звонып қана дейтін. Шырғысы болғанды болды ғой шырғысы. Әлі, пакүнер ма? Авол zaman ana o. Şivalsan bu. Кейін болсам да оны шырғы дағын қойып қойып. Достарыма, Түткабай қошеметті қатырасын, стикерді төмпештеп жатырасын. Рахмет, сен барсың ғой оқитұғын, жұмысты таңды көзбен атырасын. Күзетшілер бір-бірімізді түсінеміз, WhatsAppқа күндіз түні отыратын. Жалғас пайда қалмайды, әзіл сөзбен алдайды. Отырып алып WhatsAppты ауылдан сәлем жолдайды. Минәуәр мен Ысқақта шығыңдар деп қыстапты. Ол екеуі болған соң іштерің сенің пыспапты. Оқитұғын достарым бар, сөзімді менің қостарым бар. Алғыс айтам оларға, лайық басып тастары бар. Ұлсар ажан қайда жүрсің, жұмыстама, үйде ма? Дауысыңды естірсе, сөйлесетін күйде ма? Оқығанда жақсы өнер тыңдайтын адам бар. Жазғандарым желге ұшып кетпесін деген күйдемін. Салихаға әңгіме жоқ, тыңдаушымыз бірі ғой. Жауап неге жазбайды деп мазалайды әркін ғой. Емпатжанға сәлем айтса қол бұлғасын мен бар деп, шығу шықпа өз еркіңде анда-санда белгі қой. Оқушылар көбеюде алғыс айтам бәріңе. Бәкіржандар, Гүлзиралар, Бәтес жалғас шәріде. Тыңдайтын адам болса жаза берем ермек қып, артық кетсем кешіріп қой, бармайыншы әрге. Жаңа Гүлжан қалың қалай сәлемдесіп қойсайшы. Сыңғырлаған дауысыңмен тыныштықты жойсайшы. Жұмыс деген қашпайды ғой, қасқыр емес орманға. Үзіліс қып, жеп алуға бір қауынды сойсайшы. Балым қалым дефицит болып, бір көрінбей кетті ғой. Бевома мен Астананың арасын жол етті ғой. Қайда жүрсе аман болсын, шығып қалар күтейік. Ең бастысы группа құрып, бізді достар етті ғой. Өлеңіме ұйқас іздеп, қосып қоям аттарыңды. Оқимын ғой сендер жазған SMS пен хаттарыңды. Өкпелемес қалғандары атамады аттарымды. Жинастырып осыменен жазу жазған заттарымды.